Мен Қыштоот ауылындамын. Бұл жерде бірде-бір еркек жоқ. Жылына сонда 2-ақ рет қана көресіз бе күйеуіңізді? Да. Ең азында 3-4 да. Мәссаған, бізде 4 бала болса, көп балалы отбасы болса. Ой, 4 балалы бізде онша деле болбойт. Мәссаған. Сіздерде мынандай жеміс-жидекті жумай жей бере ма? Жубай жей берсең деле болот, жубай эле жеп атабыз. 4 уул, bir kızım var. Барлығы осы жерде ма? Бары кеткен бияка. Тынччылык заманда бири-бирибиздин кадыр баркыбызга жетпешибиз мүмкүн. Бири-бирибизди сыйлабашыбыз мүмкүн. Эгер бир жоо келип же бир кыйынчылык болсо, кыргыз менен казак баары биригип кетет. Егер анонс ұнаса, бұл шығарылымды көрем деп ниет етсеңіз, алдымен арнамызға тіркеліңіз. Және төменде сілтемелері бар, ол жерде Телеграмға, Инстаграмға тіркеліп жазылуға болады. Біз үшін қосылған әрбір адам маңызды және мотивация береді. Ендеше, кеттік. Алдымен Қырғызстанға қалай барғанымызды айтайын. Астанадан Шуға, Шудан Қордайға, Қордайдан Бішкекке жетіп алдық. Таңғы Бішкекті тамашалап, Ош облысына жол тарттық. Ол жақты не үшін таңдадық? Бұл Қарадөбе ауылы Қырғызстандағы бала туу көрсеткішінен ең алда, әрбір үйде кемінде 5 баладан. Асықпайық, ол жаға рет-ретімен бірінші жетіп алайықшы. Жолға шыққанымызға 4 сағат болды, әлі Ошқа жетпедік. Таулы аймақтан өттік, көрінісі өте әдемі. Киіз үйлер, жылқылар, сиырлар, қойлар, және тіпті омарта шаруашылығында көзіміз шалды. Қазір түскі асымызды ішіп жатырмыз. Асханадан ақшамызды үнемдеп, дүкеннен алған тамағымызды жеп жатырмыз. Көзді суарып тұру керек арасында. Біз Ош облысындағы Қарадөбе ауылына келгеніміз жаңа еді. Алдымыздан осы ауылдың тұрғындары шықты, және олар өте жылы жүзді болып, бізді өздерінің үйіне мейман қонақ етіп жатыр. Атайым Қазақстаннан келсе, жолда қиналбасын деп пікіргізім ғой. Енді өзіңіз неме айналысасыз? Мен пока үйде эле тамақ хозяйка. Ал жұбайыңыз? Жолдошым Москвада. Жолдасыңызбен қашан көрістіңіз соңғы рет? Последний раз ба? Акыркы жолу, Вот майдын башында келип, аягында кетти, 1 ай отпускага келип. Ал осы ауылда сіздің жолдасыңыз сияқты Мәскеуде, шетелде жұмыс істейтіндер көп пе? Көп мигранттар көп бізде айда. Ал қалай қазір сіз енді жалғыз өзіңіз өмір сүріп жатырсыз? Балдарым бар. Сол балдарым. Балдарым менен. Мәскеуде қандай жұмыс істейді күйеуіңіз? Обычный кухняда істейт. Кухняда жұмыс істейді, Ал мына үйді де соның ақшасымен салып алдыңыздар, Экөлөп иштеп жұмыс кылып. Сіз өзіңіз де сонда жұмыс істедіңіз, Мәскеуде? Былтыркы жылы келдим. Енді қашанға, қай уақытқа дейін жалғасады жұмыс? Жаңы жылға келет бұйырса. Енді жаңа жыл. Новый годқа. Жылына сонда 2-ақ рет қана көресіз бе күйеуіңізді? Жылына 2-ақ рет қана көресіз бе күйеуіңізді? Қиын емес пе? Жоқ, нормально, привычный. Менің сұрақтарым Элизаның көңіл күйін түсірді. Әрине, алыстағы күйеуін сағынады. Күн сайын видео қоңыраумен сөйлесіп тұрады. Бізді үйге кіргізбес бұрын Элиза жұбайының рұқсатын алған. 5 жыл жұмыс істеп, осы бір көрікті үйді салып алды. 1-2 жылдан кейін Англияға жұмысқа кетем дейді Элиза. Сол уақытта жолдасы үйге ие болып қалады екен. Бізді тамақтандырып, төсек салып берді. Айтпақша, мына бір көрпелердің бәрін Элиза тіккен. Сағат қазір 7-ден 13 минут кетті. Ал біз міне палау жеп тұрмыз таңғы асқа. Рахмет. Біз Қазақстаннан келген бауырларыңызбын ғой. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Мен эжем көрүп калып жөөгө тутканын карагандарды сыйлайбыз да биз атай келдиңде таштап коеюн депчи. Кандай керемет. Ал сиз өзүңүздүн канча балаңыз бар? 5 балам бар, 3 кыз, 2 уулум бар. Азыр дарбыз эктим 80 сотик, бир 15 сотиктей помидорум бар.
70 sotiktey жүгөр эккенбиz. Bizde oşton maka deyт. Кукуруза. Кукуруза, иә. А балаңыз ба алда отырған? Балам азыр. Балаңыз да еңбекке баулып, осылай барлық жастайын. Ооба, баарыбыз азыр айылда эртеден баштап иштебесең ачка каласың да. Жол акысын төлесек? Жок да, биз силерден жол акы ала элек. Огландай болбой калбайбы? Ага, жана балаңызды көліктен шығарып жібердіңіз. Ол біз келді деп түсіп қалған жоқ па? Жок, азыр неме да. Бул анал жерде эле машинага чыгып Ошко кетет. Мунуку жакын эле. Анан силер менен кысылбасын дедим да, силер да кысылып калбасын дедим. Биздин авылда бош жүргөн адамды шайле салып алып кетишет. Мен алып кетти уже салып. Иә. Айыр қалпақты ағайын деп біз қатты сыйлаймыз қырғыз халқын. Міне атамызды қарасаңыздар, бас киім киіп. Ассалаумағалейкум. Азыр мынандай тынччылык заманда бири-бирибиздин кадыр баркыбызга жетпешибиз мүмкүн. Бири-бирибизди сыйлабашыбыз мүмкүн. Кээ бир мындай социальный сетте айтыштары мүмкүн. Эгер бир жоо келип же бир кыйынчылык болсо, кыргыз менен казак баары биригип кетет. Менин оюм ошондой да. Дұрыс айтасыз. Өйткені қанымыз бір ғой. Қанымыз бір. Қырғызстан деген кезде біздің есімізге тау, тас, бір сондай жерлер елестейді. Мал баққалы қырғыздар деп пе? Иә, сондай мал шаруашылығымен айналысатын. Жоқ, керісінше, мынандай жасыл желек, орманды жерлер өте көп екен сіздерде. Әр үйде қанша баладан енді орта есеппен? Орта есеппенен эми азыр алганда 5-6 баладан да, көбүндө 8 бала бар, 7 бала бар. Эң азында 3-төн 4төн да. Мәссаған, бізде 4 бала болса, көп балалы отбасы болса. Ой, 4 балалы бізде онша деле болбойт. Мәссаған, қандай жақсы. Енді сол балалардың барлығын еңбекке жастайынан баулайсыздар. Сол жағы айтпеңізші, иә. Эми балдар ата-энесин көрүп деле өздөрү деле келип иштешет да. Анан семей үй бүлө болгондон кийин ар бири кошо иштегени жакшы да. Анан балдарды кичинесинен мээнетке тарбиялап өстүрсөң, бир сом кандай мээнет менен келет, пул кандай мээнет менен келгендин неменин кадырына жетет да, эмгек кылып тапкан акчанынчы. Азыр сен мага 10 миң берсең, мисалы үчүн, мен 10 миңди оңой эле чачып берем. Азыр кечке иштеп, бир ай иштеп 10 миң сом таба алалы экөөбүз кандай мындай. Иә. Мээнет менен тапкандын баары бир де кадыры болот дейсиз го. Енді жане сиз бизди калай кезиктирдиңиз? Көчөдө бир апа турат. Агамыз сол кісі кайда барып жатыр экен, оны енді баратын жерине жеткизип тастайын деп сол кісіге тоқтайды ғой. Ар жақтан біз шығамыз, аға біз Қазақстаннан келдік. Онда сендермен тұрып машинадан шығып амандасайын деп амандасып, қайда не түсіріп жүрсіңдер? Сосын айттық, аға осылай қырғыз халқының салт дәстүрі, мәдениеті неме айналысады, сол туралы түсірейік деп. Сөйтіп міне өзінің егістік алқабын алып келді. Рахмет. Жалпы сіздер көшеде адам тұрса болды, тоқтап алып кете бересіздер ма тегін? Ооба, алып кетиш керек да. Айылда ошондой болот. Айылда эми баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз. Иә. Тууганбыз. Анан обязательно көмөктөшүш керек да. Осы ауылдың тұрғындары үйіне қонақ қылды. Қондық сол жерде. Сөйтіп, енді бәрібірде не нәрсенің құны болады ғой деп ақы ұстатып едік апайымызға. Жоқ деп ұрысып алмай қойды ақымызды. Әрине бұл бізге жақсы, дегенмен кез келген нәрсенің ақысы болады ғой. Жоқ. Мысалы, бізде мындай сөз бар да. Мыйман биринчи күнү кут, 2-3 күндөн кийин жут депчи. 2-3 күн жакшы сыйлашат. Анан 2-3 күндөн кийин же кетип калышың керек. Же акысын беришиң керек болот да. Жок, эми мындай конокторду сыйлайт да. Кыргыздын илгертен келаткан мыйман достугу да. Үйүндөгү жалгыз кою болобу, тогу болобу, жылкысы болобу, конок келсе союп берген да. Кайда сет стап турат экен да мына жакта да. Ооба. Кыргызстанда баары жакшы, связь дагы жакшы. Ағамыздың да 5 баласы бар.
міне алда кетіп бара жатқан жігіт ағамыздың ұлы. Ағамыз ұлымен ертіп алып, міне осы диқанға келіп тұр. Қазір бізге бәдірен жұлып береді. Өзіңер үзіп жегелеші қолғарым. Өзің үзіп жей. Мен үзсем кішінесін үзіп беріп қойым десем. Абыр чоңын үзіп қойшым. Ал пышқандарынан ба? Мәссаған. Ерекше дәмді, ерекше рас айтам. Тәтті бар ғой. Нешін сынып оқисың? Біттім биыл. Биыл бітірдің, е? Қанша жастан бастап осы егістікте жүрсің? Мен не береш? Кішкентай кезіңнен. Ал енді бір сайын не істейсің? Қайда оқуға түсесің ба? Оқуға түсемін. Қайда? Шул Ошқоле. Ошқалаға. Қандай мамандық? Переводчик. Переводчик. Қазақ, ағылшын? Аңғысыны Саған, міне көрдіңіздер ме? Бізде айтады ғой, міне егіс алқабында жүрген балалар, олар тіл білмейді, олар оқымайды, осы жерде жүреді. Қараңыздар, есімің кім? Құрманбек. Құрманбек. Міне Құрманбек бауырымыз ағылшын тілін меңгеріп, міне ағылшын, қырғыз аудармашы болам деп отыр. Міне қандай керемет іске сәт. Иә, соны сұрпы да басқа ғой деймін, мыналардың. Сұрпы басқа ғой деймін. Сорты қайсы сорттан ектің әлі? Арзу. Өйткені бізде бақшаға қияр егеміз осындай. Бірақ дәмі мына сияқты дәмді болмайды, рас айтам. Бақтағанның бәдірен жеп жатырмыз, бізде қияр дейді ғой. Неге осыншалықты дәмді десем, бұл таудың суымен суарылады. Қазір Ислам деген жігіт бізді жолға апарып шығарып тастайды. Ол Ислам деген жігіттің өзі полиция қызметкері екен. Өзінің мына жақта бау бақшасы бар. Көрдіңіздер ғой, қандай еңбекқор. Ош қаласы. Біздіңше айтқанда Қырғызстанның Алматысы. Осы жерде асқазанымызға мереке ұйымдастырдық. Тура осындай автоматты Совет үкіметін көрген адамдар біледі. Лимонад осы жерде жуылады, қандай жақсы. Біз дәмін көреміз, сап-салқын екеу алдық. Квас сияқты ғой дәмі. Осындай күннің ыстығында шаршап, шөлдеп келе жатқанда өте жақсы екен. Шораның дәмін татқалы тұрмын. Дәмі қышқыл, өте қышқыл. Бірақ тойымды. Біздегі бидай көжеге мүлдем ұқсамайды. Бидайды иіріп жасайды ғой деймін, міне көрдіңіздер ме? Барлығы сұп-сұйық. Мына шораны ішсең, кейін түскі ас ішудің қажеті болмай қалады. Достар, мына жақтағы барлық өнім осы Ош аймағынан екен. Бұл қой бүлдірген бе, бұл не? Қарақат па? Қарақат. Қызыл қарақат. Сладкий, потому что куртушка. Сладкий, самый сладкий. Ең тәтті алма осы аймақтағы. Қараңыздар, міне құрт түскен. Ешқандай дәрі-мәрі қолданбайды. Бұл бардығы натуралный. Қызылқиядан келеді, қадамчай деп қойды. Бұл алмалар Оштығы. Дарысыз, все, жақшынақай, құрты дағы бар, мұнакей дарыланған емес. Соны айтам. Табиғи нәрселер. И малина, и қарағат, смородина, тоже огород, садовой бұлар. Самый хороший лекарство. Шөбімен қоса жеп қойғың келеді ғой. Бұл да осы аймақта өскен екен. Вишня, карагляс деп қойды, для варенья, компот, натуралный они тоже. Мә, дәмі тіл үйрет. Ал енді вишняны көрейік. Вау, пирог, натуральный пирог. Сладкий, да? Кислый, сладкий. Ал өрік па? Бұл өрік емес. Жана қой өрік. Бізде дағы өріктердің түрлері көп. Бұл ең бір түрі. Ең бір, Қандай өріктер болады? Бұл кішкентай екен, е? Кичине, варенье, для варенья. Хороший будет. Компот, варенье можно, все можно. 150. Сен барын өзің жой, қызыңа да бер. Қазір. Жуайма да бәрін өзің жей берейін, жуай. Қызға бересің. Оған да көрсетіңізші, малинаның дәмін бәрін.
Мәссә. Сіздерде мынандай жеміс жидекті жумай жей бере ма? Жубай жей берсең деле болот, биз жубай эле жеп атабыз го. Эч нерсе болбойт. Өйткені дәрісіз. Не бар? Химикат жок бул жерде. Өзүбүздүн таныбыз топурак болуп атат го, чаң болушу мүмкүн. Курту жок. Курту болсо арчып жейсиң. Достар, егер химикатсыз өнім іздесеңіздер, онда Ошқа келіңіздер. Апа, есіміңіз кім? Мен асмын Буазипа. Буазипа. Буазипа апаға келсеңіздер, сізге міне барлығын дәмін көрсетеді, иә. Осының барлығын дәмін көргенім үшін апаға азап тиын тебен беріп едім. Маған міне бір пакет қып жеміс жидегін салып берді. Айтам, жоқ апа, бұл мен дәмін көрген үшін ғана беріп тұрмын, мен сізге келсем, жоқ, онда мен сендерге міне қарындарын ашат, осыны жейсіңдер деп болмай берді. Рахмет. Қарақтарым, сапар ұнап жатыр ма? Төменге пікір қалдырыңыздар. Бізде мынадай ұсыныс бар. Кез келген мерекелік іс-шара, жарнама, графикалық дизайн, фото, барлық қызмет түрін ұсынамыз. Бағасы өте тиімді. Сондықтан мына төмендегі нөмірге хабарласыңыздар. Осы арқылы жалғыз жолаушының кезекті шығарылымы жылдамырақ шығады және өздеріңізге сапалы естеліктер қалдырасыздар. Көрсет, күйеуің саған не алып берді? Күйеуім маған сөмке алып берді, тоқылған. Бұл қырғызша, қырғыздардың бір колориті сияқты. Мінекей кез келген киіммен үйлестіріп кие беруге болады. Жұмысқа да, қалаға да, тіпті ауылға да. Сондықтан рахмет. Қанша қалдық? Білмейсің бұл бағасын. 1400 сом, ол біздің теңгемен шаққанда 8800 теңге. Дәл осы мектепті Нұрсұлтан Назарбаев салған екен. Аты қалай мектептің? Мектеп точно. Назарбаев өз атын беріп қойған жоқ па? Жоқ. Базарда аралап, қарынды тойдырып, ертеңінде Қырғызстанның ең шалғай ауылына жол тарттық. Мен Қыштут ауылындамын. Бұл жерде бірде-бір еркек жоқ. Олардың барлығы қайда дейсіздер ме? Мәскеуде, шетелде жұмыс істейді. Сіздер қазір азық-түлік алу үшін Баткенге барасыздар. Баткенге барабыз. Базары ушу Баткенде. Қанша сағат жүресіздер? Жол қиын. Қиын, 2 сағат жүрөбүз. Таможняға барып турабыз. Таможнядан өтүш дагы қиын. Бизде. Ал сонда мына ауылды неге көшіп кетпейсіздер басқа? Көчкөнгө туулуп өскөн жерибиз да жакшы жер да, бу жер салкын. Суубуз жакшы, жайлоолорубуз жакшы. Немерелеріңіз бе? Немерелерим бар. Қанша немереңіз бар? Ой, міне. Немерем 13 немерем бар. 13 немереңіз бар. Қанша балаңыз бар? 5 балам бар, 4 уул, 1 кызым бар. Барлығы осы жерде ма? Бары кеткен бияка. Бири Бишкекте чоң. Анан кийинки бир кызым бар. Кореяга иштеген кетти. Кореяда жұмыс істеп жүрмүн. Иштеген кетти. Мазамен биякта үй жок, жай жок кетти да. Үй жайга алам деп. Кызыңыз Кореяда жұмыс істейді? Ал басқа ұлдарыңыз ше? Башка балам дагы бир балам бар Москвада. Қыштут ауылында ескі мешіт 18 ғасырда салынған көне монша бар. Таудың биік болу себебінен қыста 3 ай күн көрінбейді. Ауылда көбіне қарттар, әжелер мен балалар, қыз келіншектер тұрады. Жұмысқа жарамды азаматтар Мәскеуге асығады. Ол жақта аспаз, такси немесе құрылысшы болып қызмет етеді. Табыс жоғары. Дегенмен шетелде тапқан ақшасын ауылда жұмсайды, үй салады. Оның өзі қырғыз экономикасына үлкен пайда. Бұл жақта уже өріктер пішіп атады. Эми мына қызарып. Бұл өріктерден кейін курага сейсіздер ме, не сейсіздер? Ооба. Курага болады, де бұлар? Курага болып қақ болады да. Азыр эми булар биз каккан жокпуз, өздөрү пушуп түшкөн эмелерин терип койдук да. Мектепте дагы иштейли десек эми место жок. Садикте да балдар садикке кирели десе, садик дагы жок биздечи. Окуган эмелер бар. Высшийде окуп келгендер бар, аларга да место жок да. Бул кичине айыл болгон үчүн көбү ошо чет жакка кетишет да. Ал көп па, солай Мәскеу болса Кыштутта, Мәскеуде жұмыс істейтіндер саны? Ар бир үйдө эле бар. Ар бир үйдө бар. Мәскеуде жұмыс істейтін бар. Ар бир үйдө ооба. Ушул сезон маалда эле келип кетишпесе, а так көбү ошо Москвада.
айтады, Кыштоттағы әрбір үйде Мәскеуде жұмыс істейтін адам бар. Әрбір үйде. Қырғызстан әсем таулардың және ізгі адамдардың отаны. Бұл жерде өткізген 4 күнім мен үшін орны толмас естеліктерге толы болды. Және адамдар өздеріңіз көрдіңіздер ғой, сондай мейірімді, есік ашып үйіне мейман қылып жатыр, барымен бөлісіп жатыр. Шынымды айтсам, Қырғызстаннан мұндай құрмет күтпеп едім. Сондықтан барша қырғыз бауырларға жалынды сәлем, көп рахмет. Келесі кездескенше сіздермен саяхаттаған менің жарым Жаңабике және мен Санат жақсы адамдардың санатында бол. Айтпақшы, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.